Уа халқым, тәуелсіздіктің 25 жылдығына премия берсе қалай болады? Не істейді ол премияны? Берсек берейік, беру керек. Қаншадан береміз? 10 мыңнан берейік, жетеді сол. Не болады ол, мазағың бар ма? Қойшы. Халықтың да жағдайын ойлаңдар. 25 жылдыққа берсеңдер де болады ғой. Бермесеңдер бермеңдер. Мен өз қалтамнан шығарам. Кетті мен. Бәке, маған да берші онда. Маған да берші, мен не кеттім? Можешь по 50? Онда ойланайық. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына премия берем деп шешкен хан еліміздің түкпір-түкпіріне ат жаптырып хабарын жіберді. Сүйінші! Сүйінші! Уа аймақ басы! Ханымыз бас-басымызға тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай премия беріп жатыр екен. Соны сізге жеткізуге келдім. Банкоматта ақша таусылмай тұрған кезде барып бүкіл ақшаны хоп өткізіп алып алмаймыз ба? Бәрекелді. Шелден келген секретаршыға Түркістаннан әкелген шапан жабыңдар. Секретаршысын дейсіз? Жақсы болды ғой. Корпоративке ақша таппай түрек. Бәріміз бірге барып алмаймыз ба? Премия. Биржадағыларға берем екен, Оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыстан жиналған аймақтар премияларын алуға асығуда. Спортсмендерге премия бермейді екен. Бергенде не ғой, брат? Ақшаның бәрі акиматта. Бүгін демалыс, есік жабық, маңыз сізге монтировка. Бұзып кірсеңізші. Қумаш, охрана бар ғой? Охрана! Ашысты! Охрана! Ақшаны алмай кетпеймін! Охрана! Премияма сендерге керегі? Мә премия. Мынау экономадалға, мәдениетке, спортқа, биржадағыларға. Биржадағыларға. Премияны доллармен беріп жатыр ма? Курс қаншадан болады?